Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, Айгөлек бөбекжай бақшасы, Күншуақ ересек тобы, тәрбиеші Бекболова Фариза Сейітқызы. Жоба тақырыбы: ұлы есім Абай Құнанбаев. Оқытылу тілі қазақ тілі. Мен Бекболова Фариза Сейітқызы 2013 жылдан бастап Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласындағы Айгөлек бөбекжай бақшасында тәрбиеші болып қызмет жасап келемін. 2019-2020 жыл аралығында Ұлы даланың ұлы есімдері тақырыбында ортаңғы топ тәрбиеленушілері Қайрат Іңкәр және Сабырхан Нұрдәулетпен жобалық зерттеу жұмысын жүргіздім. Жоба тақырыбы: ұлы есім Абай Құнанбаев. Жобаның мақсаты: ұлы даланың ұлы есімдерін дәріптеу. Балаларды қазақ даласына қосқан ұлы тұлғалардың бірі, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, аудармашы, қазақтың ұлы дара тұлғасы Абай Құнанбаевтың өмірімен, шығармашылығымен таныстыру. Жобалық жұмыс түрлері: ойын, зерттеу, шығармашылық, ақпараттық, әлеуметтік. Жоба түрлерінің ішінен шығармашылық жоба түрін таңдадым. Жобаның жоспары: Абай Құнанбаевтың өмірбаяны, балалық шағы, шығармалары, қара сөздері, аудармашылық қызметі. Жоспарымның алғашқы кезеңінде Абай Құнанбаевтың балалық шағы, өмірбаяны жайлы түсінік бердім. Балалар ұлы ақынымыздың өмірінен мағлұмат ала отырып, Абайдың алғыр, зерек, білімге құмар бала болғанын өздеріне үлгі тұта біледі. Жобаның екінші кезеңінде Абай Құнанбаевтың шығармашылығына тоқталдым. Ұлы Абай өлеңдерін көбінесе табиғатпен байланыстыратын. Ақынның жылдың 4 мезгіліне арналған қыс, жазғы түрі, көктем, көз тақырыбындағы өлеңдерімен танысып, мәнерлеп жатқа айтып, Абай атамыздың шығармашылығына қызығушылық танытты. Табиғатқа байланысты өлең шумақтарын жатқа айтып қана қоймай, ары қарай осы жыл мезгілдеріне байланысты суреттер салды. Және де түрлі табиғи материалдарды қолдана отырып, баланың шығармашылық қиялын дамытуға болатын түрлі әдіс тәсілдерді қолдандым. Мысалы, күз тақырыбына күрішті түрлі түсті бояуға салып, күріштен күз мезгілін суреттеді. Және де 4 мезгілге байланысты ағаштарды фетра матадан қиып, шығармашылық қабілетін арттыруда айтарлықтай жұмыстар жасалды. Әрі қарай ұлы тұлғамыздың еңбектерімен танысуды жалғастыра отырып, Абайдың қара сөздерінің ерекшелігі мен қара сөзде айтылған ойларының мән мағынасын ашуға, берер тағылымына тоқталды. Балалар Абайдың қара сөздерін жатқа айтып қана қоймай, тәлім тәрбие нәрімен сусындалды. Абай Құнанбаевтың аудармашылық қызметімен де танысып, орыс тіліндегі мысалдарды қазақ тіліне аударып, балаларды өзге ұлт жазушыларының еңбектерімен таныстыру, мысал арқылы адам бойындағы түрлі қасиеттерді көрсете білудің өзі ақынның даралығын көрсетеді. Бұл кезеңде баланың қиялын, ойлауын дамыту үшін түлкі мен қарға, шегіртке мен құмырсқа, есек пен бұлбұл мысалдарын оқып беру, мысал желісі бойынша ертегі кейіпкерлерін суреттеу тапсырылады. Ертегі кейіпкерлерін суретке сала отырып, олардың іс-әрекетін, бір-біріне деген қарым-қатынасын ажыратып, саралауды үйренеді. Сурет салуға деген ынталары мен қызығушылықтары артады. Осы жобаға қатысудың арқасында Абай Құнанбайұлының шығармаларымен сусындаған Нұрдәулет Сабырхан Тәуелсіз ел жастары қоғамдық қоры ұйымдастырған Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай әлем таныған Абай жоба аясында
мектеп оқушылары және балабақша тәрбиеленушілері арасында өткен Абай Құнанбайұлының «Қыс» атты өлеңін мәнерлеп оқудан республикалық байқауға қатысып, 3-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Шәкірт дайындауда қосқан үлесім үшін республикалық байқаудың алғыс хатына ие болдым. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Кезең-кезеңімен жалғасын тапқан бұл жобаның балаға берері мол. Бір жағынан білімділік, тәрбиелік нәрімен сусындаса, екінші жағынан рухани адамгершілік қағидаларын жанға азық етеді. Қорыта айтқанда, жобалық қызмет барысында балалардың ақыл-ой дағдылары қалыптасады. Балалар талдауға, салыстыруға, қорытынды жасауға, өздігінен іс-әрекет етуге үйренеді. Сөздік қоры молаяды. Балалардың ұлттық дүние танымы кеңейеді. Балаларға ұлы Абайдың өлеңдерін, шығармаларын, қара сөздерін бойына сіңіруде аянбай еңбек етейік. Ұлы даланың ұлы есімдерін ұлағаттайық. Назар аударғандарыңызға рахмет.